тілдің болашағына қатысты пессимизмнен арылу қажет. Әрине, егеменімізді енді алған кезде тіл мәселесі күрделі еді. Сол уақытта тілді сақтап қалу жөнінде түрлі пікірталас болғаны анық, бірақ одан бері заман оңалды. Қазір жағдайды ол кезбен мүлдем салыстыруға болмайды. Барды бар деуіміз керек. Ана тіліміздің қолдану аясы күн санап кеңейіп келеді. Бүгін дүние жүзінде 7 мыңнан астам тіл бар болатын болса, соның 2,5 мыңға жуығы жойылып кету қаупінде тұр. Қазақ тіліне қатысты мұндай қатер жоқ деп сенімді түрде айтуға болады. Соңғы зерттеулерге сәйкес ана тіліміз сол 7 мыңның ішінде тұғырым мығым 80 тілдің қатарында тұр. 20 миллион бар халық үшін осындай 80 тілдің қатарына ену үлкен дәреже деп ойлаймын. Бұл сіздердің еңбектеріңіздің жазған жұмыстарының да нәтижесі. Сондай қазақ әдебиетінің таңдалуы туындаған шет тілдерге аудару мәселесін назардан тыс қалдыруға болмайды. Бұл ана тілімізді, төл мәдениетімізді насихаттаудың бір құралы. Қазақ тілі тек аударатын емес, аударылатын тілге де айналу керек. Өз мұрамызды біз әлемге кеңірек танытуымыз керек. Мемлекеттік тілде сөйлеу жастар арасында сәнге айналды. Оны үйренуге ынта білдіргеннен қарасы көбейіп келеді. Түрлі платформалар тыңдалатын әндердің рейтингісіне қарайтын болсаңыз, шамамен бір 50-ге шақты халықаралық әлемдік музыкалық платформалар бар, онлайн. iTunes, Spotify, Яндекс, тағы басқа. Негізі сол платформаларға үңіліп қарайтын болсаңыз, әрбір елде жүктеліп тыңдайтын әндердің рейтингісі бар. Көптеген елдерде сол елдердің жастары шетелдік өзге елдердің әндерін жүктеп тыңдап жатыр. Ал біздің елде сол платформаларда ең бірінші болып жүктелетін өз әндеріміз, қазақ тілінде шығып жатқан әндеріміз. Яғни қазақ тілі жастардың тілі болды. Қазақ тілі қазір заманның өнерінің ренессансының тілі болды. Қазақ тілін халықты біріктіретін рөлін арттыра түсуіміз қажет. Басты мақсат қазақ тілін ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру. Президентіміз де бұны үнемі айтып жүр. Бұл жалаң сөз емес, биліктің тіл саясатына қатысты нақты ұстанымы. Кейде қазақ тілді аудиторияға жағымды болып көріну үшін бір мәселелерді көтеріп, ұпай жинап, халықтың көңілінен ойнап алдайтындар да бар. Онда да айту керек. Бірақ ұлтын жақсы көретіндер емес, жақсы көрінгісі келетіндердің арасын ажырата білуіміз керек. Ана тіліміз өте киелі ұғым, өте киелі дүние. Онымен олай жеке бір мақсаттар үшін пайдаланып, ойнауға, арандатушылардың құралына айналдырып, қолдануына жол бермеуіміз керек. Тіл тазалығына баса мән беру қажет, бұл да өзекті тақырып. Кейде адамдардың қай тілде сөйлеп тұрғанды түсіне алмай жатамыз. Соңғы жылдары басқа үрдіспен қатар тағы бір үрдіс пайда болды. Жарты сөз арабша, жарты сөз қазақша. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы да жақында журналистермен кездескенде ифтар, сухур сияқты араб тілін жиі қолданып жүргеніне қатысты пікірін білдіріп, жастарды қазақтың ауызашар, сәресі секілді сөздерді қолдануға шақырды. Өте орынды пікір. Егер шынымен тіл тазалығы десек, ол тек бір ғана үрдіс емес, басқа да жағдайларды да ескеруіміз керек. Қазақ барда қазақ тілі болады, ал қазақ тілі барда қазақ та мәңгі жасайды.